саламатсыздар балдар? Бүгінгі сабағымызда, бүгінгі өтетін сабағымызда логарифмдік теңеулер және олардың жүйелері тақырыбын бастаймыз. Оның ішінде логарифмдік теңеулерді шешудің негізгі тәсілдерімен танысасыздар. Негізгі мақсатымыз сабақтың логарифмдік теңеулерді бойынша алған білімдеріңізді жүйелеу, логарифмдік теңеулерді шешу жолдарының тиімді тәсілдерін есеп шығаруда қолдана білу және біліктіліктеріңізді арттыру, сонымен бірге теориялық білімдерді практикада ұштастыра отырып, ойлау және есте сақтау танымдық қабілеттеріңізді дамыту мақсатында жаңағы бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын соңғы бұрыннан осы уақытқа дейін өткен тақырыпта қандай теңеулердің түрлерін білесіздер? Естеріңізге салып жібере қойыңыздар. Қандай теңеулердің түрін білеміз? Рационал теңеулер, бөлшек, рационал теңеулер, және сызықтық теңеулер, тағы қандай теңеулер? Сосын иррационал теңеулер. Міне осы осындай теңеулерді біздер өткен болатынбыз және есеп теңеулерді шешудің жолдарын меңгерген болатсыздар. Енді бүгінгі өтетін сабағымыз логарифмдік теңеулер және сол логарифмдік теңеулерді шешудің негізгі әдістерімен танысасыздар. Енді теңеу дегеніміз не еді? Қайталап жіберейік, Али айта ғой. Құрамында мәнін табу қажет болатын әрпі бар теңсікті теңдеу деп аталады. Теңдеудің түбі отырады. Теңдеудің түбірін табу дегеніміз не? Әріптің теңдеуді теңсіздікке айналдыратын мәні түбір деп аталады. Дұрыс, отырады. Теңдеуді шешу дегеніміз не? Теңдеуді шешу дегеніміз оның барлық түбірлерін табу немесе олардың жоқ екенін дәлелдеу. Логарифмнің негізі А болатын n санының логарифмін қалай айтамыз? Негізі А болатын n санының логарифмі n санына тең негіздік дәреже көрсеткіштерін айтамыз. Дұрыс, отырады. Олай болатын болса, енді біздің бүгінгі жаңа сабағымызға тоқталайық. Негізгі анықтамасы логарифмдік теңеу дегеніміз, яғни айнымалысы логарифмнің белгісінің ішінде болатын теңеуді логарифмдік теңеулер деп атаймыз. Бұнда құрамындағы логарифмдік теңеуді логарифм А негізіндегі x тең v деген теңеу түрінде жаза аламыз. Бұнда А және v деп отырғанымыз берілген сандар, ал x дегеніміз тәуелсіз шама. Бұндағы А нөлден үлкен болса, А бірге 5 уақытта тең болмайтын болса, онда мына теңдеуді қанағаттандырады. Яғни x тең болады, А-ның v дәрежесіндегі теңдеуі бір ғана түбірі болады. Бүгінгі жаңағы логарифмдік теңдеулердің негізгі анықтамасы осы. Енді логарифм теңдеулерді шешудің негізінен 4 тәсілі бар балалар. Бірінші тәсілі логарифмнің анықтамасын қолдану арқылы шығарылған теңдеулер. Екінші потенциалдау қолдану үшін логарифмдік теңдеулер, яғни логарифм А негізіндегі x тең болады логарифм А негізіндегі gx түрінде берілу немесе сонымен бір үшінші жаңа айнымалыны енгізу тәсілі және үшінші логарифмдеу тәсілі. Енді бірінші есепті жаңағы логарифмнің негізгі қасиеттерін қолдана отырып шығаруға теңдеулерге мысал келтірейік. Бірінші мысалымызды бастайық. Сіздер жазып отырыңыздар біттеріңізге жаңағы шығару жолын. Бірінші мысал. Логарифм x негіздегі x-тің 3 дәрежесі минус 5x плюс 3 тең болады. 3 негіздегі теңдеуі берілді. Бұл жерде логарифмнің анықтамасы бойынша біз жаңағы былай жаза аламыз. X-тің 3 дәрежесі минус 5x қосылған 3 тең болады. X-тің 3 дәрежесі арқылы жаңағы логарифмнің негізгі қасиеті бойынша x-тің 3 дәрежесі деп былай жазуымызға болады. Осыдан жаңағы теңдеуімізді шешейік. X-тің 3 дәрежесі минус 5x қосылған 3 минус x-тің 3 дәрежесі болып келеді. Тең болады 0-ге. Бұдан x пен x-тің 3 дәрежесі тағып кетеді. Сонда минус 5x тең болады. Тең болады 10 қайдегі плюс 10-ның 3 емес 10 болмақ. 10. Сонда
minus 10 болып мына жаққа кетеді, сонда x-іміз тең болады 2-ге тең болады. Енді осы жауабымыз шешімі дұрыс па қате ма білу үшін берілген теңдеуіміздің орнына қоямыз. Логарифм 2 негіздегі 2-нің 3 дәрежесі минус 5 көбейтілген 2 қосылған 10 тең болады. Логарифм 2 негіздегі мынау 8 болады, мына минус 10 мен плюс 10 қысқарып кетеді, сонда логарифм 2 негіздегі 8. Яғни бұл дегеніміз бізге нешеге тең? 3-ге тең. Олай болатын болса, осы теңдеудің шешімі сіздерде 2 болады. Яғни сонда бірінші логарифмді анықтамасын қолдана отырып есепке шығарғанда осы тәсілді пайдалана дегеніміз. Екінші мысалымыз. Екінші тәсілінің ашалығы. Екінші мысалымыз. Бұл жаңа потенциалдауды қолдану үшін логарифмдік теңдеулерді шешу. Бұнда 10-ық логарифм x қосылған 3 минус логарифм x квадрат минус 25 тең болады 0 тең қарауында қателеспеймін. Бұнда жаңағы x айнымалысының мүмкін болатын мәндер жиынын тауып аламыз. Ол үшін мүмкін болатын мәндер жиыны әр уақытта x қосылған 3 0-ден үлкен болса болу керек. X квадрат минус 25 0-ден үлкен болу керек. Енді осыдан x-іміз минус 3, мынада x-іміз плюс минус 5-тен үлкен сандар болу керек. Плюс 3 емес, плюс 5. Плюс 5 бар. 5 қой енді. 5 жазып. Нормально? 3 жазып болады. Енді сан үстіндегі сан айтпалар. Мүмкін мәндер жиынын анықтау үшін сан үстінде. Мына жерде минус 5, мына жерде плюс 5. Минус 5-тен шексіздікке дейін былай қарай кетеді, мүмкін плюс шексіздікке дейін. Плюс 5-тен плюс шексіздікке дейін мына. Олай болатын болса біздің мәндер жиыны x-іміз тиісті 5-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықта болу керек. Енді әрі қарай, осыдан енді біздің теңдеуімізді шешейік. Логарифм x қосылған 5 тең болады. Мынаны мына жаққа шығарамыз, қарама-қарсыға. Сонда логарифм x квадрат минус 25 болады. Енді екі жағында логарифмдерін алып тастайтын болсақ, x қосылған 5 тең болады x квадрат минус 25. Осыдан енді бір жағына шығарып нөлге теңестірейік. Сонда минус x квадрат плюс x. Мына минус 25 мына жаққа плюс болып кетеді, сонда плюс 30 болады. Тең болады нөлге. Енді минус 1-ге көбейтіп жіберейік, өзімізге есеп шығаруға оңай болу үшін. Сонда қарама-қарсы таңбаға ауысады. 3, 30 тең болады нөлге. Енді Ге теоремасы бойынша бізде x1-іміз 6-ға тең, x2-іміз минус 5-ге тең болады екен. Енді осыны дәлелдеу үшін біздерде мүмкін мәндер жиыны 5 пен 6-ның шексіздіктің арасында бар. Олай болса біздер минус 5-ті алмаймыз. Тек қана 6-ны аламыз. Олай болса теңдеуіміздің шешімі 6-ға тең болады. Теңдеудің түбірі немесе. Келесі үшінші әдісіміз. Үшінші әдіс ол жаңа айнымалы енгізу әдісі. Жаңа айнымалы енгізу әдісі. Бұнда логарифм айтылдыңыз ба, мен айтылмай қаламын. 2 негіздегі квадраты минус логарифм 2 негіздегі x минус 2 тең 0 деген жаңағы теңдеу берілді. Бұл логарифмді 2 негіздегі x өрнегін y арқылы өрнектейік. Логарифм 2 негіздегі x тең болады, y арқылы өрнектейтін болса, сонда мынаның орнына y-ді қоямыз. Сонда y квадрат минус y минус 2 тең 0 деген теңдеу шығыпты. Енді осыдан Ге теоремасы бойынша бірден шығара аламыз. Y-дің неге тең болады?
болады екен? 4-ге тең болады екен. X тең 4-ге. Екінші, бірді қойып қарайық. Логарифм 2 негіздегі X тең болады 1-ге. Яғни X тең болады 2-нің 1 дәрежесіне, яғни X-іміз 2-ге тең болады екен. Олай болатын болса, бізде жаңағы жауабымыз X1-іміз 4-ге, X2-міз X1-іміз 4-ге, X2-міз 2-ден 1-ге. 2-ге. Мына жерде минус 1 болу керек қой. 2-ден 1-ге тең болады минус. 2-ден 1-ге. Келесі үшінші, төртінші неміз. Тәсіліміз төртінші ал. Бұл мүшелеп логарифмдегі тәсілі. Бұнда дәреже көрсеткішінде логарифм беріп тұр. Логарифм 2 негіздегі неше? X минус 2. X минус 2 тең болады 8 деген емдеу керек. Бұны жаңағы логарифмдің қасиеттері бойынша мына дәрежені алдына шығарып береміз. Логарифм сонда логарифм 2 негіздегі X минус 2. Логарифм 2 негіздегі X тең болады 8-ді былай жазуға болады. Логарифм 2 негіздегі неше? 8-де жазуға болады. Енді біз ақшаны ашамыз. Сонда логарифм 2 негіздегі X-тің квадраты минус 2 логарифм 2 негіздегі X. Мына бір жағына шығарамыз. Мына 3-ге тең болады. Мына минус 3 деп шығарамыз. Сонда 0-ге тең. Енді бағанағы айнымалы арқылы логарифм 2 негіздегі X-ті бір A-ға теңестіру арқылы өрнектейік. Сонда A квадрат минус 2A минус 3 тең 0-ге деген квадрат теңдеуді шығарып алдық. Енді орнына бұндағы Грин теоремасы бойынша бұнда A дегеніміз 1-ге тең. A2-міз минус 3-ге тең болады. Енді осыдан келіп біздер логарифм A2 негіздегі X-іміз 1-ге тең болатын болса, X-іміз неге тең болады? 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең болады. Екінші, логарифм 2 негіздегі X тең минус 3 болатын болса, X-іміз 2-нің минус 3 дәрежесі десек. Олай болатын болса, бұны біз 1/8 деп жаза аламыз ба? Жаза аламыз. Олай болатын болса, теңдеудің шешімі, немесе түбірі, жауабы 8-ден 1-де 2-ге тең болады. Міне балдар, берілген логарифмдік теңдеулерді шешудің 4 тәсілмен таныстық. Енді осы тәсілдерді қолдана отырып, кітаптарыңыздағы 1-2 есептен есептер шығарып қарайық. Бірінші есептерді қарастырайық. 24-тің 1-і не шығайық? Қайсысын шағысына біреуін шыға ойда? Кездегі бар. 24-тің 1-іне біреуін, 2-сіне біреуін шыға ойда. 1 мен 2-сінен. Есеп шығармашы бұрын бала. Берілген есебіміздің қай тәсілге берілген теңдеу екендігін бірінші анықтап алыңыздар. Содан кейін сол тәсілді шығару жолдарын қолдана отырып есепті шығарасыңдар. Нөмір жазалым. 24-тің 1-і. Бұл сегіз қасиеті бойынша 2-нің 3-тің 2 дәрежесі емес пе? Асқан. Қалғандарыңызға достарына шыға беріңіздер. Болдың ба? Теңдеудің түбірі бізге тең болады. Мен дәлден қойып, ауызша дәлден қойып қойды. 5 қоямыз 10 болады, 10-нан 1 алғанда 9, яғни 3-тің 2 дәрежесі 9 шықты ма? Дұрыс отыра болады. Кел, 3-шіне кім шығады? Тез келе olur. Қайсы сатын 3-ке?
Так, Алиша. Логарифмдік теңеулерді шешуде міндетті түрде логарифмнің негізгі қасиеттері бар ғой. Сол қасиеттердегі негізгі бұрмаларды міндетті түрде естеріңізге түсіріп алуыңыз керек екен. Сол қасиетті жақсы білген оқушы берілген логарифмдік теңеулерді шеше алады деп есептеймін. Негізі теңеулер отырамыз. Теңеуді шешкеннен кейін тексеру міндетті түрде тексеріңдер алады. Это мына жерде орнына қойып жіберіп шығарасыздар. -3, мына жерде -3-ке -2 плюс болып кетеді, 7 болады. 7-ні бір дәрежесі 7-ге тең. Мына жерде тексеріп отырсаңдар, өздеріңіздің шығарған есептеріңізге көңілдеріңіз толып отырады.